Қайырлы күн оқырмандар. Бүгінгі сабағымызда жұтыну мен шайнаудың маңыздылығын айтамыз. Шайнау рефлексі дегеніміз бұл күрделі рефлекторлық процесс. Жұтыну рефлексі дегеніміз тамақты ауыз қуысынан өңеш арқылы асқазанға жеткізу. Шайнау жұмысының бұзылуы болған кезде барлық ауыз, тіл, ерін, жақтың жұмысы бұзылады. Бұл кезде балалар кеш сөйлейді және сөздерін түсініксіз, бұлыңғыр айтады. Ал жұтынудың жұмысы бұзылған кезде тіл тіс арасынан шығып кете береді және дыбыс айтуы бұзылады. Сонымен қатар бұл тамақтану мінез құлқының бұзылуына алып келеді. Яғни бала тамақты таңдап жеуді әдетке айналдырады. Қою, қатты тағамдарды жеуден мүлдем бас тартады. Ата-ана тарапынан бала осындай мінез құлық көрсете бастағанда тамақты езіп немесе блендерден өткізіп беруді әдетке айналдырады. Осы себептермен балада шайнау мен жұтыну рефлекстері әлсірей бастайды. Осы бұзылыстардың алдын алу үшін баланың туылғаннан бастап емізік, яғни соска, сорып ішетін ыдыстардың қолдану мерзімін шектеу қажет. Және 4-5 айдан бастап арнайы шайнауға арналған ойыншықтарды беруге болады. 6-7 айынан бастап тағамдарды шайнауын ұсыну қажет. Осы ұсыныстарды дер кезінде қолданатын болсақ, баланың сөйлеу тілінің қалыптасуына және дыбыстарды айтуына зор ықпалын тигізеді. Егер сіз балаңыздың шайнауында, жұтынуында қиындықтардың бар екенін білсеңіз, немесе байқасаңыз, сіздерге мына жаттығуларды пайдалануға кеңес береміз. Қоян тәрізді шайна. Бұл жерде шайнау бұлшық еттерін белсендіреміз. Сәл жымиып, жақты толық ашып, оған солға, оңға жылжыту, алдыға, артқа жылжыту, жақты толық ашып жабуға жұмыс жасаймыз. Сағыз шайна. Оң және сол жақтармен сағыз шайнау. Зонд немесе ойыншықтармен ынталандыру, немесе көмекші зондтарды алсаңыздар болады. Ауызды ашып, сол заттарды шайнау арқылы жақтың бұлшық еттерін жаттықтырамыз. Ал енді жұтыну жаттығуларына келсек, сілекейді жұту, табиғи жұтыну қозғалысын белсендіру. Ауызды ашып, тілді таңдайға тигізіп, немесе тілдің үстіңгі ерінге тарту арқылы жұтыну. Су жұту, суды аздап ұрттау. Тік отырып, басты артқа шалқайтып, су ішу. Жұтыну мен демді үйлестіре отырып жұтыну. Терең дем алып, демімізді шығармай, бір рет жұту, кейін баяу дем шығарып, қайта жұту. Осы айтылған жаттығуларды 10-12 рет жасап, рефлекстерді қалыптастырамыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы ақпарат болды деген сенімдемін.